Армысыздар, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік символы ұлттық теңге. 30-ші бетті ашайық. Жаңа сөздер. Шыққан жылы, год выхода, бейне, изображение, төл, собственный, теңге, валюта Республики Казахстан теңге, өңір, регион, мерейтой, юбилей, арнайы, специально, ерекше, особенный. Оқулықтың 30-ші бетіндегі 3-ші тапсырманы ашайық. Мәтінді тыңда, түсініп оқы. Қою әріппен берілген сөздердің антонимін тап. 1992 жылы 12 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ескі ақшаны ұлттық теңгеге айырбастау 15 қарашадан басталып 20 қараша күні аяқталды. 1 теңге 500 сомға бекітілді. Ұлттық валютаны теңге 100-ден 1 бөлігі тиын деп атайды. Ұлттық теңгені жасауға 2 жылдай уақыт кетті. Теңгенің бірінші бетіне қазақ халқының ұлы тұлғалары бейнеленді. Қазақ валютасының жобасын жасаған суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлелов. Алғашқы ұлттық валютамыз Англияда, алғашқы тиындар Германияда жасалды. Теңгені елге 4 Ил-76 ұшақтарымен әкелді. Ұшақтар Альбион еліне 18 рет қатынады. Төл теңгеміздің алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалды. Осы қоймалардан ұлттық теңгеміз еліміздің барлық өңіріндегі банктерге 8 күн ішінде жеткізілді. Ұлттық валютада елдің өткені, бүгіні және болашағы бейнеленді. Тенге – символ Казахстана наряду с гербом, Конституцией, государственным флагом и гимном. Историки и политологи указывают на прямую зависимость свободы и независимости государства от наличия собственной валюты. Национальная валюта Казахстана введена в обращение 15 ноября 1993 года. Название тенге происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет тенге или танга. Тенге означает тенге-тень, то есть равное меняю на равное. Ал енді оқулықтың 31-ші бетіндегі 5-ші тапсырмасына қараймыз. Сөздерге тиісті қосымша жалғап жаз. Добавь к словам нужное окончание. Менің ақша. Менің ақшам. М қосымшасын жалғаймыз. Сенің ақшаң. Ң қосымшасын жалғаймыз. Сіздің ақшаңыз. Ңыз қосымшасын жалғаймыз. Оның ақшасы. С қосамыз. Менің ақшам, сенің ақшаң, сіздің ақшаңыз, оның ақшасы. Біздің ақшамыз. Сендердің ақшаларың. Сіздердің ақшаларың, олардың ақшасы. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.